пештің желкесінде тұрған құманды құлағынан ұстады да кебісін сүйретіп тысқа шықты. Дала мақпал түннің құшағында маулығады. Жұлдыздар қара отқа жусаған қойдай қара аспанда жайылып жатыр. Ай жарықтық аяңдап барады. Қой түгендеп жүрген қойшы секілді құдды. Қора жақта сиыр ыңыранып, жылқы пысқырынды. Иттер құбыла беттен қасқыр көргендей шабалана үреді. Сол тұстан әлдене қараңдағандай болды. Селкете қалды, бірақ анықтап қарамады. Әй иттер, иттен бетерсіңдер ғой, деп зілсіз күрсінді де үй айналып кетті. Асықпай дәрет алды. Тырып басып қораға беттеп келеді. Қораның қарсы алдында ағараңдап бір белгі тұр. Электр бағанының бетоннан құйылған іргетасы, кісі бойынан сәл асатын бағанды көлік қаққан, әлде мал сүйреген, не болса да құлшылық қылған пендедей құбылаға қарай сәл-пәл қисайып қалыпты. Басындағы сымын металл жинаушылар 90-шы жылдың тоқырауында сыпырып кеткен. Бөренесі біреудің ошағында отқа жағылды, немесе белағаш болып қорасына қағылды. Ендігі қалған түбіртек ат байлап бұзау арқандауға жарап тұр. Мал біткен мойын қасып арқай келіп қызығын көреді. Иттерде қалыспайды, ар өткен бер өткенде аяғын тіреп сарып етеді. Бақырауық баланың бетіндей үнемі сарала торала болып сатандалып тұратын тіреп сарып етеді. Бағанаға елдің бәрі үйірсек, таң атпастан үйдегілердің мазасын қашырмайын дей ме екен, әлде қараңғы түнде ағараңдаған сұлпаны ес көре ме, әйтеуір ерен параннан тап осында ентелеп жететін. Имамға үйіп жамағат болар жан баласы болмаса да азан шақыратын. Бүгінде сол әдетімен жақындай бергенде әлденеге шалдып кеткені. Құдай сақтап жығылмады. Тапырақтап барып түрегелді. Ой әкеңнің деген балағат сөз тастақтың үстінде допша домалаған құман үнімен қатар шықты. Балағат сөйледің, дәретің бұзылды, деді көңіл түкпіріндегі күдікті ой күбірлеп. Толық айтқан жоқ, әкеңнің деді, қойды, деп екінші бір ойы қарсы шапты. Ауызы былғанбаса да ниеті бұзылды, деп анау бет бақтырмайды. Қайс сойынына жығылғанын білмей аз-кем дағдырып қалды. Көңіліңде титтей күмән болса, нендей іс болсын, қайра орындаған қайырлы дейтін ұстазы Самарқан марқұм. Үйеленген қойдай аузынан су ақтарылып теңкиіп жатқан құманын алып құдық басына тартты. Қайра дәрет алып баған жаққа келгенде бағанағы аяққа оралғы болған затты көрген. Қамыт екен. Кеше егіс алқабынан бір арбаның радуынын топырлатып топан аралас сабан әкелген. Ақшамның уақыт өтіп бара жатқан соң асығыс доғара салып үйге кіріп еді. Содан қайырылмапты. Қамыты мұнда, доғасы анда, ершігі мен желігі екі жақта, салақатының дүниесіндей әр жерде шашылып жатыр. Күйбеңдеп жиыстырды да арбаның тәртесіне құйрық басып отырды. Қыркүйектің салқын ауасы шекпен мен жейденің арасынан саңлау тауып, қуаты қашқан кәртең денені аяздай қариды. Иттер әлі үріп жатыр. Иесін артқа тұтып, сес көрсеткендей дауыстарында айбар бар. Ит құрлы болмадым ау, мәу демедім. Менен гөрі бұлар жақсы. Балақтан алып, балтырын қанатпаса да, қырдан даусын асырып, қыр көрсетіп қояды, деді күбірлеп. Жан қаласынан орамал суырып, беті қолын сүртті. Шоқша сақалын саумалап, тарап еді, бір-екеуі жолынып, саусағына іліге кеткені. Ай жарығымен ақылшы анық көрініп тұр. Таудан ұрған таңғы самалдың ырғағымен иіліп жазылып діріл қағады. Сақалын тағы саумалады. Бүкіл ауыл ақ киіз кіргізіп, ақсарбас айтып, имандыққа тағайындағаны кеше ғана еді. Сырылдап, зырқырап, 40 жыл өтіпті. Ол кезде орда бұзар 30-дың жайлауына жаңадан қоныс тіккен. Бала молда деген ат сол кезден қалған жұрнақ. Жүзіне салмақ дарту үшін иегіне түбітті де қатарластарынан ертерек қондырды. Содан берде бетін жалаңаштап көрмепті.
Содан берде сақал саумалау әдетке еніпті. Бастапқыда сақал мұрты қарғаның қанатындай қап-қара еді. Бірте-бірте бурыл тартып, бүгінде боржыққандай аппақ. Бұл сақалмен қайда бармады, не көрмеді, не істемеді. Туғанына азан шақырып ат қойды, өлгеннің иман суын ұрттатып, жаназасын шығарды. Талай мықтының төрінің басында осы сақалын желбіретіп желпініп отырды. Талай марқұмның көрінің қасында сай-сүйекті сырқыратып Құран оқыды. Арғы бетте алған ілім құдайсыз қоғамнан құтылған жұрттың жыртығына жамау болып, ол құсының орын толтырғанына, өз алдына, қара қан басына, абырой, қара сирақ ұлғыздарына арзық болған. Шекарадан өткелі, естіп келген Қытай деген қаржылтпадан құтылды. Бірді екілі ішіп алып, лепірген тентектерді молданы тілдедің деп, ауыл естерларының өзі-ақ тілгізгіндеп, езуін тілді. Етектегі тасы өрге домалап, есіктегі басы төрге осған. Дақпыртты ауылдан асып, ауданға жетті, одан арыға кетті. Ол дақпыртты таратқан осындағы азғандай ағайын. Шәушекте оқығанын әспеттеп, Бұқар көрген, Көлкішташ көрген, Меккеде болғанмен бірдей бағаланған, әрі соған өздерін иландырып, өзгені де иландырған. Бұл да тойдан батасын, астан дұғасын аяған емес. Сонысымен ақ кең қолтық елге сүйкімді өтіп, жақсы аты жайылды. Сақалын саумалағанмен Құдайдың сөзін саудаламайтын молда деп, жұрт сыртынан мақтайтын. Тістеп, тартып, шұқып, шымшып, тиіскіш келетін даукестердің талауына бермей әркез жақтайтын. Ондайды естіп, көрген сайын еңсесі өсушеді. Бірақ сыртқа сыр алдырмайтын, атаққа жеңіл танытқан жоқ. Нығызданған үстіне нығызданып, жастығына қарамай сабырына сабыр, салмағына салмақ қосты. Бергенін алатын, бермегені қалатын. Өлім жітім жиын тойдан құрғайтқан кезі сирек. Ағайын айдатпаса да жетектетіп жіберетін үнемі. Мұныңа да шүкір, бергеніңе тәубе деп езу тартты. Байқаса сақалын әлі саумалап отыр екен. Әлгі қосқылшықтың қасына тағы біреу қосылыпты. Екінші қолмен бәрін бір жерге жинады да шиыршықтап кеп үрлеп жіберді. Жерге түсіп үлгермеді. Қылшықтарды жел қағып әкетті. Барыңдар, менен безінбеген, енді сендер ғана қалып едіңдер, деді түсін қайта суытып. Қылшықтар қалықтап барып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Сыртқы есік сықыр етіп ашылған. Ағараңдап біреу шықты. Қыз екен, шкөйлегінің етегін жел қағып, желп-желп етеді. Таңғы суықтан жаураған секілді бүрісіп алыпты. Атау, әу әке, апам қайда? Қазір келеді әке. Біреумен сөйлесіп жатқандай болдыңыз ғой. Жоқ, өзім ғой. Намаздың уақыты болды, сағатың шырылдады. Жақсы, қазір барайын әке, қазір. Ескі арбаның сүйегін сықырлатып қалбалақтай түрегелді. Өзінің де буын-буыны ән салып кеткен. Әлгінде даусым қаттырақ шығып, сөздерімді естіп қоймадым екен мына қыз деп өзінен өзі қысылды. Азан шақыруға бет алғанда белдесер балуандай сипалана қалатын әдет еді. Үсті басын қағынып, білегін жүре түртіп, талтайып тұра қалып, азан айтқанда ауыл шалдары аузын ашып көзін жұмып құлағын түретін. Шіркін, Молдекеңнің мақамнай дейтін бірі бата жасап бет сипаған соң күбірлеп: қирағатын айтсайшы, қирағатын, құйғаңды шымырлатады тегі, деп оны екіншісі қостайтын. Мен білсем, мұндай дауыс